Қазақстан Республикасының жас өспірімдер арасындағы Гранд Биатлон кубогының бірінші кезеңі Риддерде өтуде. Жарыс 11 желтоқсанда басталды және жұма күнге дейін жалғасатын болады. Риддерде 11-нен 14 желтоқсан аралығында жас өспірімдер арасында биатлоннан Қазақстан Республикасы кубогының бірінші кезеңі өткізілуде. Биыл жарыс форматын және атауын өзгертті. Енді жарыс Гранд Тур биатлон деп аталады және 4 қысқы 2 жазғы кезеңнен тұрады. Әр кезең еліміздің түрлі қалаларында өтеді. Біріншісі Риддерде басталды. Осы жылдан бастап біз балалар мен жасөспірімдер арасындағы биатлонның жарыстарды Гранд Тур биатлон деп жаңа форматта өткізіп жатырмыз. 6 кезеңнен тұратын болады. Соңғы кезеңі Астана қаласында 4 қысқы және 2 жазға. Федерация тарапынан сыйлықтар дайындалды және де үздік спортшылар керемет сыйлықтар алатын болады және де Норвегиядағы Флайтопен фестиваліне баратын болады. Және де командалық рейтинг бойынша соңғы кезеңде Астанада өтетін кезеңде кім алғашқы 5 команда федерация тарапынан қаржылық сертификат салады. Осы сертификат бойынша балаларға керекті инвентарды алатын болады. Бұл жарыс жалпы осындай Гранд Тур биатлон біздің балалар спортының және де биатлон спортының дамуына үлкен септігін тигізетініне сенеміз. Гранд Тур биатлон кубогының бірінші кезеңіне еліміздің 8 өңірінен 100 спортшы қатысуда. Шығыс Қазақстан, Абай, Павлодар, Ақмола, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Алматы облыстарынан және Алматыдан. Жарыс Олимпиадалық резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат колледжі негізінде өтуде. Это честь не только для нашего города. Бұл жарыстың қаламызда өтуі Риддер үшін ғана емес, бүкіл Шығыс Қазақстан облысы үшін де абырой. Биыл біз жарысты 2-ші мәрте өткізіп жатырмыз. Қазақстан биатлонистері одағының хатшысы Усенов Манас біздің құрметті мейманымыз. Ерекше айтқандай, қаламыз оған өте ұнаған және кубоктың бірінші кезеңін осында өткіземіз деді. Мен Риддер қаласының әкімдігіне барлық шараларды бірлесіп өткізетіндер үшін алғысымды білдіремін. Республика көлеміндегі кез келген бастамаларымызды да үнемі қолдап тұрады. Сол үшін әкімдікке ерекше жеке алғыс. Риддер қаласы қысқы спорт түрлерімен танымал екенін барлығымыз білеміз. Қалаға келіп, бірегей табиғатының әсемділігін көрген адамдар қаламызға қуана келеді. Ал біз оларды құшақ жая қарсы аламыз. 12 желтоқсанда Қазақстан Республикасы кубогының бірінші кезеңінің салтанатты ашылуы болды және спринтта алғашқы жарыс күні жүлделі орын алғандарды марапаттау рәсімі де өтті. Шығыс Қазақстан облысының құрамасында қола Ангелина Афанасьеваға лайықты бұйырды. Жеңімпаздар кубоктарын Варвара Небогатова мен Никита Дудченко еншіледі. Бежалось тяжеловато уже на последнем. Алдың күні жүгіруіме де, атуыма да жеңілдеу болды. Қарсыластарым да өте мықты екен. Дайындықтары да лайықты. Күн райы да суытты, біраз ауырлай бастады. Жүлдегерлерге наградаларды биатлонистердің Қазақстандық одағының бас хатшысы Манас Усенов пен биатлоннан әлем чемпионы Инна Мажевитина табыстады. Спринтта марапаттаудан кейін спортшылар қайта стартқа шығып, жеке жарысқа түсті. Бұл тәртіпте біздің спортшылардың арасында жеңіске Егор Немцев жетті. Ал кешегі спринт жеңімпаздары қола алды. У нас хорошая команда. Жалпы біздің команда жақсы, әбден жаттыққан. Күні кеше Никита Дудченко үздік биатлонист атағын дәлелдеді. Бірінші орын алды. Сонымен қоса Немцев Егор, Небогатова Варвара, Афанасьева Ангелина мықтылар. Біздің облысымыздың командасын үздік спортшылар Қазақстан биатлонистері одағы кубогының жеңімпаздары мен жүлдегерлері танытты. Тамаша нәтижені өзге өңірлердің спортшылары да көрсетті. Көбі үшін Риддердегі жарыс тұңғыш рет өтуде. Мы из города Щучинск. Біз Щучинск қаласынан келіп тұрмыз. 3-ші жыл осы спорт түрімен шұғылданамын. Жүгіруге жеңіл болды. Қарсыластар өте мықты болды. Соңына дейін жарысты. Барлығына сәттілік пен жүлделі орындар тілеймін. Соперники сильные. Қарсыластар мықты, алайда жүгіру соншама керемет болмады. Қарсыластар жақсырақ жүгірді. Күн райы да суытты. Кубоктың бірінші кезеңі достық эстафетасымен аяқталады. Одан соң Риддер жарысты өткізу эстафетасын Оралға тапсырады. Нақ сол жерде келесі жылдың қаңтарында Гранд Тур биатлон кубогының 2-ші кезеңін өткізу жоспарлануда. 4 қысқы және 2 жазғы кезеңдердің қорытындыларымен үздік құрама командалары балалар жабдықтарын сатып алуға ақшалай сертификаттар алады. Ал жасөспірімдер кубогының мықты спортшылары Норвегияға және Словенияға аттанады.
балалар спорт лагеріне және биатлоннан ең ірі фестивальға.